Мә, саған. Бұл баладан бәлкім... Жоқ. Есіңді жи, ақмақ. Бұл сендей кәрілердің ісі емес. Егер мен батыр боп шықпасам, онда мені Олимпке Зевс әкеме жібермейді. Тұра тұр, сонда Зевс сенің әкең бе, а? Аха. Зевс, кәдімгі құдай, сенің әкең бе? Қаршадай бала әкесіне барып, ертең оқып берші әке дейді. Ал Зевс, баяғы өткен заманда. Рас айтам. Ой, шәрі. Батыр болсан деп армандайсың сен, ой пәләй. Жетелеп талайларды баптап едім бұрында мен. Ол жайлы есім алсам жаным мұң мен. Өкініп әлі жүрмін, қуантпады бірі. Тек Зевстің ұлы, кеп тұрғанда батылдық жия. Оған берер жауап. Ал, келістің бе? Көндім. Сен өкінбейсің, Фил. Тоба. Сабақты бүгін бе, қай кезден бастаймыз? Ой бай. Сенбеймін саған, сен төзімді болмасаң. Арпалысқанда жалын болып жан басаң. Жеңістімін білген, шатаспайды мүлдем. Дұшпандарын бірден жойдар. Бірден жояды, тағы да енді алдыма келді бала. Демалып мен жүрмін де сен тыңдады ма? Саған керекпін мен, шынықтырам бірден. Жетелесің күнде тек құрыдым мен. Жоқ деумен қарсы болсам да мен, ал сен маған келдің орындалса деп арман. Ал жалқау боп шықсаң, басқаларға қол жетпейді, онда түкке бітті. 6-шы ереже, бикештерді құтқарғанда олардың нәзік екенін ұмытпа. Жоқ! 95-шы ереже, ойыңды жинақта. 96-шы ереже, көзде. Зевстің ұлы бер қара, боламын десең сен дара. Тәртіпке бағын жаңа, шеберлігіңді сен шыңда. Батыр болу бұл бәрін жеңу, жеңілмеу. Арпалысқанды жығып, мүлде берілмеу. Жалқаулықты ұмыт, айтқанымды оғып, ер жүрек қайсар бол жігіт. Міне енді жарадың. Сонда ғана ақталар барлық үміт. Сонда ғана жүрер мына Фил күліп. Бар үмітім сенде, саған сенемін. Осал емесің, бәрін әлі жеңесің. Биік шыңға бірге жетерміз. Бол